the guest list. Okay. You're not on the guest list. Do you hear me? You're not on the guest list. Okay. You're not on the guest list. Ассалаумағалейкум ардақтағы ағайын. Бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз еліміздің мақтаныштары Роза Рымбаева мен Жеңіс Сейдоллаұлы. Ал біз бүгін Арайлы Алматыдан 200 шақырым қашықтықтағы Тянь-Шань тау тарамдарындағы тылсымға толы Шарын шатқалындамыз. Шарын шатқалы табиғатының әсемдігімен, көз тартар ерекше сұлулығымен танымал. Шарын шатқалында биіктігі 150-300 метрге дейін жететін қамалдар аңғары, жалмауыз кемпір шатқалы сияқты құмды жарлар бар. Жергілікті халық шатқалды қорғанды қамалдар аңғары деп атайды. Шарын шатқалы жасы 12 миллион жылға жуық шөгінді тау жыныстарынан қалыптасқан. Төбесі көкке тиіп тұрған үлкен тастар өздігінен салынған ертегілер қаласын еске түсіреді. Құрметті телегөрермен, шынымен де біз бастаған тележоба өз жалғасын табуда. Дәл бүгінгі күні бағана ғана айтып өттік. Бүгінгі Шарын шатқалының қойнауында осы тамаша бағдарламаның қонақтары бұл еліміздің мақтаныштары Роза Қуанышқызы және Жеңіс Сейдоллаұлы ағамызды қарсы алып жатқанымызды өздеріңіз көріп білдіңіздер. Дәл қазір жанымда елдің еркесі Роза ханым, Роза Қуанышқызы. Бұл бағдарламаны жалпы білдіңіз, Қазақконцерт бірлестігімен бірлесе түсіріліп жатқан, қазіргі біздің ішкі туризмді дамытуға, кішкене ғана болсын қазақтың зиялылары, оның ішінде өнер адамдарының өзінің берер бір көмегі бұны насихаттауда. Әрине. Біздің экономикамыздың мықты болуы бұл тағы да бір саласы айналып келіп осы ішкі туризмға келіп тіреледі. Бүгінгі таңда ішкі туризм, не болмаса осы Шарын шатқалы жайында біздің ел жұртқа не айта аласыз? Көзіңізбен көрдіңіз, өзіңіз болдыңыз. Осы Шарын шатқалында бірінші рет болдыңыз ба, жоқ, бұған дейін болып бердіңіз? Бұған дейін ішіне кіріп, былай араламап едім. Сыртынан төбесінен қарап кете беретінмін. Сонда ылғи да айтатын, мынау Америкадағы анау шатқалдардан біздің каньонымыз 10 есе артық деп. Аризон штатындағы. Бүгін көзім жетіп тұр. Бұл қазақтың ең бір мақтанатын, дүние жүзінде жоқ, кездеспейтін әдемі көрінісі ғой. Мен өте қуаныштым бүгін осындай табиғат аясында тұрғаныма. Енді біздің Қазақстанның тым болмаса жарты халқы келіп осыны өз көзімен көрсе деген менің ойым бар. Енді қарап отырсаңыз, біз кезінде Кеңестер одағының құрамында болған кезде бұл жер қаншалықты насихатталды мен білмеймін. Бірақ тәуелсіз ел болғанымызға биыл мінекей 30 жыл болды. Осы 30 жылдың аясында осындай табиғатымыз, осындай туристік мекеннің бар екенін ел біліп жатса, әрине сіздер сияқты алдыңғы толқын ағапаларымыз айтып жатса, бұның өзі біздің еліміздің туризміне қосқан үлесіміз, сол емес пе? Әрине. Қазір өз дүние жүзін аралаймыз ғой туризмменен. Демалуға барамыз, шомылуға барамыз. Өзіміздің мынандай табиғат тұрғанда басқа жер, ел не керек? Ең бірінші өзіміздің елімізді сүйіп, соны насихаттауымыз керек. Осымен біз мақтануымыз керек. Дүние жүзі көрсін. Мен қуанып тұрмын бүгін ана телевидение түсіріп атқанына. Ал енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық қарсаңында, 30 жыл бойы тәуелсіздік бізге не бере білді, сіздің ойыңызша? Ең бірінші сана сезім берген шығар халыққа. Біз тәуелсіз, егеменді қазақ жерінің, елінің азаматымыз. Біз тәуелсіз мемлекетпіз. Біз ұлтпыз. Біз кең, былай айтқанда, өз еркінде, өзінің елінде еркелеп жүрген өз еліміздің, өз жеріміздің есіміз. Сол деп ойлаймын, ең бірінші біздің мақтанышымыз. Роза Қуанышқызы, сіз Кеңестер одағы кезінде де қазақтың атын шығарған, сол Кеңестер одағы кезінде де сіз еркелей білдіңіз, ел жұрт сізді еркелетті. Ал тәуелсіздік алғаннан кейінгі Роза
тәуелсіздік жерінде қалай еркелеп жүр ел жұртқа? Совет одағы кезінде Республика Казахстан Розрымбаева деп шығатынбыз. Қазір это страна, это государство. Сондықтан Казахстан представляет певицу Розрымбаеву деп айтады. Өте былай айтқанда үлкен салмақты хабармен айтты. Сол кезде әрине еліміздің ең жақсы жоғары деңгейін көрсетуге тырысамыз. Мәдениет, музыка болсын, шығармашылық болсын, вокал болсын. Бір биеден ала да туады, құла да туады. Иә. Адам көп болған сайын адамның ой өрісі де, айтуы да бөлекше. Кейбіреу айтып жатыр. Кезіндегі біздің кеңестер одағы кезінде жағдайымыз жақсы еді. Біреу тәуелсіздіктің әлі де болса құдіретін, жақсылығын түсінбей жатыр. Сондай пенделерге не айтарыңыз ба? Оны орысша айтқанда неудачники дейді ғой. Шын айтам. Оны одан кейін баяғы бүгінгі осы өкіметті, осы заманды кінәлайды. Өз қолында ғой адамның. Мақсат қойып, соған еңбек етіп талпынса, мен ойлаймын, ол бақытты болады. Сондықтан ол өкімет қашан береді, өкімет пен партия қашан береді деп отырмай, өз талпыну керек. Оған өз кінәлі. Іздену керек, талпыну керек. Өз күнін өзі көруге тырысу керек қой адам дегенім. Ал енді біз тұрған жер Қазақстан деген қасиетті мекеннің Алматы облысына тиесілі. Күні кеше дүниеге келген шығыстың жерінде, шығыс Қазақстанда дүниеге келген қазақтың розасы бүгін күні Құдайға шүкір елдің абыройлы қызы және тұрақты мекені осы Алматы облысына қарасты Алматы қаласында. Алматы облысының 20 жылдығы. Яғни Талдықорған мен Алматы екеуі қосылып, Алматы облысының 20 жылдығы. Алматы облысының тұрғындарына не айтар едіңіз осы мерейтойда 20 жылдығымен? Мен айтайын деген біздің ең бірінші байлығымыз осы табиғатымыз. Осы жеріміз, осы еліміз. Біз соны сақтай білейік, ардақтай білейік. Соның өсуіне, өркендеуіне еңбек етейік. Ең бірінші табиғатымызды аялайық. Бұндай табиғат ешқай жерде жоқ. Ол тек қана біздің табиғатымыз, біздің еліміз, жеріміз. Осыны қорғайық, аялайық. Ал енді біздің өзіміз қанша дегенменде таяқтың екі ұшының бір ұшы бәрібір өзімізге айналып келіп дейді. Жалпы біздің қазақтың азаматтары Қазақстанның табиғат аясында дұрыс демала біле ме? Қоқыс тастайды, үйтеді, жаңа да айтып отырды. Көлікпен кірмейтін жерге көлікпен кіреді, көлікпен жарысады дейді. Ал енді осы табиғат аясындағы тазалыққа кішкене ғана болсын сіз айтсаңыз ел жұртқа, әй бауырларым, қоқысыңды өзіңмен бірге ала кет десеңіз, ол басқа басшылықтың айтқанынан гөрі сіздің айтқаныңыз өтімірек болады. Сондықтан сондай әлі де болса табиғат пен адамның ортасындағы байланысты түсіне алмай жатқан адамдарға не айтасыз? Табиғатты аялау, табиғатты таза ұстау, ол біздің жеке басымыздың мәдениеті. Біз ауламызды қалай тазалаймыз? Үйіміздің ішін қалай тазалаймыз? Бұл да біздің үйіміз. Сондықтан біз ең бірінші осыны қорғап, таза ұстауға еңбек етуіміз керек. Ластамауымыз керек. Өз отырған орнымызды ластаумен бірдей ғой. Сондықтан тәрбиелеу керек әрине. Өзіңнің қасыңдағы жүрген адамдарды тәрбиелеу керек. Бұл өзіміздің үйіміз ғой. Былай айтқанда. Алматыға қоныс аударғалы сізге неше жыл болды? 46 жыл. 46 жыл. Шығыста тусаңыз да, дәл қазір Алматыға үйрендіңіз. Иә. Ал басқа Сарыарқаның төсіне, не болмаса Қазақстанның басқа қаласына тұра алар ма едіңіз? Мені Астанаға талай шақырған. Бірінші күннен бастап жаңағы біздің Астанамыз, біздің жаңағы Нұрсұлтан қаласы Астана болған кезде мені бірінші күннен бастап сонда шақырған. Жоқ, мен Алматыдан кете алмайын деді. Неге? Алматы менің сүйікті қалам, Алматы менің махаббатым. Мен Алматыға келгеніме 46 жыл болды. Барлық бақытым Алматымен байланысты. Ал енді қазір біз түсіріп жатқан жобаның бірден бір қолдаушысы да, осы жобаға қатысушы да, мүйізі қарағайдай қара шаңырақ Қазақконцерт бірлестігі. Қазақконцерт мекемесінің қазір енді бас кеңсесі сол біздің Астанамыз Нұрсұлтан қаласында. Сонда да Астанаға барғыңыз келмеді ме? Жоқ, Қазақконцерт бірлестігі филиалы Алматыда ғой. Оны біздің ағамыз Алтынбек Қоразбаев басқарады. Біз Алматыда да өңкей жұлдыздар жұмыс істейміз. Мақпал бар, мен бар, Айжан Нұрмағамбетова, Азия, Меломен тобы, көптеген жас таланттар бізде де жұмыс істейді. Сондықтан біз
шақырған кезде Алматыға, Астанаға ұшып барамыз. Көбінесе өзіміздің Алматыда жұмыс істейміз. Енді осындай бір туризмге байланысты болсын, не болмаса отанның ұлттық патриотқа байланысты болсын, жаңа бір ой туады, жоба туады, сол жобаны түсіре қояйын десең, біздің қаншама мырза бауырларымыз бар. Иә. Айналып келеді ол қаражатқа тіреледі. Әрине, Жаңа әннің өмірге келуде, не болмаса жаңа бейнебаянның өмірге келуде. Барлығы қаржы. Сол мырза біздің бауырларымыз, соған кішкене қолпаштаудың орнына дер кезінде араласып жүрген бауырлар ондай кезде жанынан табылмай қалатын хақ. Иә. Ал енді осы жобаның түсірілуіне себепкер болған біздің, мен сізге бір қызық көрсетейін, мінекей әрқашан жанымда жүретін мына Саумал деген сауда-саттық белгісімен Мынаны қарасашы. Міне тұр ғой, міне. Міне бар. Міне. Сондықтан осы жас та болса өзінің ісінің шебері Болат бауырымызға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Әрине. Жалпы Саумал өнімін естіп көріп едіңіз? Мен естіп жүрмін. Саумалдың өзі, атының өзі бұл ең бірінші денсаулыққа дәрі деген сөз ғой. Бұл атам заманнан келе жатқан ұлтымыздың тағамы, бас тағамдарының бірі. Ауырса, іш құрылысымыз дұрыс болмай қалған кезде, тіпті нервіміз дұрыс болмай қалған кезде Саумалдан басталады емнің барлығы. Сондықтан мен ойлаймын, мынаны көрген азаматтар осыған көшу керек. Денсаулықтың бұл ең бірінші кепілі осы Саумалды пайдалану. Саумал ішу. Сондықтан мен өте ақыл айтамын сіздерге. Саумалды ешқашан ұмытпаңыздар. Бұл біздің ұлттық қанымыз бен ата-бабамыздан келе жатқан бұл біздің тағамымыз. Ем тамағы бұл. Емделетін тағам. Бәрекелді, олай болса біз өзіңізбен деген сыр сұхбатымызды сәлден кейін жалғастырамыз. Ал әзірге кішкентай ғана үзіліс. Саумал ішіп алайық та. Саумал ішіп алайық. Қойшы. Міндетті түрде. Кеттік енді. Кеттік, жүріңіз. Жеңіс аға, біріншіден сізге рахмет айтқымыз келеді. Қазіргі басталып жатқан жаңа бір тележоба бұл қазақ туризміне байланысты. Не болмаса ең бастысы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, Алматы облысының 20 жылдығына байланысты осы жобаны іске асыруға мұрындық болған. Бұл біріншіден алдыңғы толқын ағаларымыздың бірі сіздер, бұл сіз басқарып отырған ұжым Қазақконцерт, Қарашаңырақ Қазақконцерт ұжымы. Осыған келісім беріп, осыны бір жолға салуға мұрындық болған өзіңізсіз. Жалпы біз бұл бағдарлама арқылы не айтқымыз келеді? Біріншіден, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын жырласақ, Алматы облысының 20 жылдығымен құттықтасақ, және біздің экономикамызды көтеретін бір сала бұл қазақ туризмі. Туризм саласына ден қойсақ, осы бағдарлама шыққаннан кейін біздің отандастарымыз ғана емес, неше түрлі әлеуметтік желілерден алыс жақын шетелдегі бауырларымыз келіп көрсе, бұның өзі сіз бен біздің жеңіске жеткеніміз. Ал Жеңіс Сейдоллаұлының бастаған жобасы әрқашанда жеңістің сабында жүреді. Солай емес пе? Рахмет. Ал енді тәуелсіздік жайында айтайықшы. Тәуелсіздік бізге қалай келді? Біз бүгін сол келген тәуелсіздіктің қадірін, қасиетін біліп жатырмыз ба? Мен түсіндім. Сұрағыңа да, өзіңе де мынау жолдас болып бір үлкен жобаны алға қойып жатырмыз. Мен айтайын дегенім, әрбір қазақстандық, әрбір отан сүйетін азамат әрқашанда білу керек, что еліміздің әрбір тасы бізге мамық және қасиетті екен. Сондықтан еліміздің әрбір өңірі өте қасиетті. Соны әрбір қазақстандық дұрыс түсіну керек. Туризммен көтеріліп жатқан елдерді көріп жатырмыз. Түгі жоқ болса да, әйтеуір бір шаруа жасап, кәдімгідей өзінің еліне туристер тартып жатыр. Ал бізде бәрі бар. Әңгіме үшін керек, Нұрлан. Бәрі бар. Осының бәрін біз көрсете білуіміз керек. Осының барлығының басында мұрындық болып жүрген Қазақстан мемлекетінің Қазақконцерт ұйымындағы әртістерге менің алғысым шексіз. Өзіңіз көріп жатсыз. Осы мынау жаңағы осы видео арқылы, осы әлеуметтік жүйелер арқылы енді әрбір азамат көретініне мен сенем. Мен барлық отандастарымды осы тәуелсіздігімізбен құттықтап, оның әрқашанда тұғырлы болғанын, біздің көк туымыздың әрқашанда биік желбіреп тұратынында, соның барлығын біздің еліміздің түтіні әрқашанда тік шығатынына әрбір шаңырақтан біз соған сенуіміз керек, біз сол үшін жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан осы міне
30 жылдық мерекеміз құтты болсын, тәуелсіздігіміздің мерекесі. Мынау Алматы облысының осындай қасиетті жерінде тұрып, Алматы облысының 20 жылдығымен де құттықтағым келеді. Көп болайық, көпшіл болайық. Бірлік бар жерде тірлік бар екенін елбасының өзі айтып кеткен. Оны ата-бабамыздан кейін қаншама осы жарқыратып берген жерді, сол қалдырған жерді біз әрі қарай биіктетіп алып жүруіміз керек жолауын. Аға, жалпы осы бағдарламаның бастауы Жетісу жерінен басталып жатыр. Жетісу жер жанаты дейді. Күні кеше ғана біз Көлсай көлдеріне саяхат жасап келдік. Ал дәл қазір сіз тұрған мекен бұл қасиетті мекен. Көрсең көз тоймайтын, айналаңа қарап демалудың орны бір бөлек. Тіпті таңғалып көзің шарадай болады. Осы Шарын шатқалында отбасыңызбен, не болмаса арнайы демалыс үшін уақыт тауып келе алып едіңіз? Мен өзім талай рет болғанмын. Менің балаларым да талай рет жаңағы туристік немен путевкамен келіп, көріп, өздерінің таңғалғандығы туралы, өздерінің мақтанышын айта алмай сөйтіп келген кезде мен ойладым, менің балдарым тура мен сияқты, әрбір қазақстандық сияқты елін жақсы сүйеді екен. Сол елдің көркеюі үшін өздерінің бұлай жаңағы мақтанышын жеткізе алмай жүргеніне мен таңғалған жоқпын. Мен оларды құшақтап сүйдім. Өйткені олар нағыз отан сүйгіштік, прямо реальный патриоттар екен. Ал енді қазіргі біздің қазақ туризмінің қал жағдайы қалай болып жатыр? Қазақ туризмінің тек қана сол жерде істейтін, министрлікте істейтін адамдардан байланысты емес. Бұны бірігіп істеуіміз керек. Бұның мәдени туризм болуы, бұның жаңағы жеріміздің табиғатын көрсете білетіндей сондай жобаның ішінде біз болып, сіз болып бірге көтеретін дүние негізі. Өйткені біздер шетелге барған кезде мақтанып келеміз ғой, мынандай жерде болдық, анандай жерде болдық, бәрі мықты екен деп. Тура сондайды енді шетелдіктер келіп, осының бәрін көріп, біз қазақ деген елде болдық деп мақтанатындай, сондай жаңағы деңгейге жеткізсек, сол кезде біз кәдімгідей соның басы қасында біз болдық деп мақтанатындай болуымыз керек. Келесі сұрақ мүмкін сіздің шымбайыңызға батып кетуі мүмкін, дегенмен де сіз басқарып отырған Қара шаңырақ Қазақконцерт ұжымы бұл тікелей мәдениет және спорт министрлігіне бағынышты. Және туризм бар ішінде. Туризм бар, иә. Ал енді осы жобаны іске асыруда сізге министрлік тарапынан осыны қолда деген ұсыныс не болмаса бұйрық болды ма, жоқ әлде керісінше біз министрдің айтқанын тоспай-ақ, біз өзіміз ұлт боп, ұжым боп, өнерлі жандар боп, осындай жобаны қолдауымыз керек деген шешімді кім шығарды? Осында міне мына соңғы жағы дұрыс болды әңгімеңізде. Неге? Оны министр кәдімгідей жаңағы бастамасымен нұсқаудың қажеті жоқ бізге. Былай жүріңдер, былай барыңдар деп. Біздер әрбір қазақстандық азамат түсіну керек. Қолынан келіп тұрма, жасап бірге істеуіміз керек. Оны министрлік әрине көреді. Содан кейін бірге үлкен жобалармен әрі қарай жылжитынымызға мен сенімдімін. Біз соны айтқызбай-ақ істеуіміз керек. Қолынан келіп тұрма, істе. Ал оны істеу үшін осындай мынау маңдайымда жазылып тұрғандай саумал фирмасының мысалға саумалды әрбір қазақтың спортсмені, әрбір қазақтың музыканты, әрбір қазақтың осындай деніміз сау, біз салауатты бір өмірде жүрейікші деген адамдардың барлығы ішіп жүрсе, денің сау болады, сенің де көзқарасың өзгереді. И қазақ жеріне деген өзіңнің ата-бабаларыңа бас июмен. Ақыр осы сөзге келіп тірелген екенсіз. Біз сонау Кеңес одағынан бастап жоғары жаққа бағынып қалған бір формада келе жатқан бір дәстүр бар. Ал енді қазір осы жобаны іске асыруда арнайы бір кәсіпкермен, не болмаса арнайы бір компаниямен сіз меморандум жасадыңыз. Қазақконцерт ұжымы және айтулы кәсіпкер, яғни саумал бұл сауда-саттық белгісімен. Ал енді сіз қорықпайсыз ба? Мен жоғары жақтан бұрын алғашқы бір қадам жасап қойдым, олардың рұқсатынсыз мен осындай меморандумға қол қойдым. Ертең күні жоғары жақтан сөз естіп қалам деп қорықпайсыз ба? Жоғары жақта да біз сияқты адамдар отанын сүйетін, осы туған жерді жақсы көретін. Сондықтан мен ойлаймын, ондай ешқандай әңгіме болмайтынына. Қайта олар қуанады.
жастардың жалпы мына қазақстандық азаматтардың әрбір ұжымның мысалға да өзі тірліктерін жасап елді былай бірігіп көтеріп жатқанында. Осыдан кейін әрбір қазақтың өңіріне барамыз, әрбір облысына барамыз. Сол жерде тура осындай жігіттер алдан шығып бізбен бірге жүріңіздер, біздің фирма сіздерге көмектесін, біздің елдің де тамаша жерлерін көрсетіңіздер деген бір әдемі бір бізге не жаңағы ұсыныс жасайтынына мен кәміл сенемін негізі. Ал енді аға, осындай Қазақконцерт ұжымымен осындай жоба болашақта тағы да өз жалғасын табатынына сенесіз бе, және егер де тағы да ұсыныс болып жатса, сіз оған келісім бересіз бе? Әрине, әрине. Былай жұмыла көтерген дейді, жүк жеңіл дейді қазақ айтады. Сондықтан мен ойлаймын, азаматқа толы. Біз сонау ұлы даланың қасиетті бабалардан қалған асыл сындығымыз. Біз соның барлығын жұмыла көтеріп көрсете білуіміз керек. Сол кезде ғана шетел таңғалатындай, шетелдік көзқарастар таңғалатындай. Біз егерде тереземіз тең болсын, 30 елге, 10 елге кіреміз деп жатсақ, тек қана бірлік арқылы кіреміз. Біз отан сүйгіштік арқылы кіреміз. Біз өзіміздің мықты патриот екенімізді көрсете білуіміз керек. Сол кезде ғана біз жанымыз жайраңдап, жайсаң, марқайып жүретіндей деңгейге жетуіміз керек. Құрметті телекөрермен, біз сөз етіп жатқан осындай бір жобаны іске асыруға мұрындық болған. Жаса болса, өзінің ісінің шебері Болат бауырымызға тағы да рахмет айтқымыз келеді. Аға, осы орайда менің қалтамда үнемі өзіммен бірге қалтама саумал құйып алдым десем таңғалатын шығарсыз. Мынандай саумал деген тамаша өнім бар. Бұл өнімді сіз көріп пе едіңіз? Көрдім. Иә. Ішіп көрдіңіз бе? Өте. 15 күннен кейін адамның көзқарасы өзгереді. Осыны ішкеннен кейін. Неге? Өйткені бұл жерде қазақтың жаны бар. Қазақтың мынау отандық табиғи таза өнімін осындай жігіттерді, осыларды шығарып жатқан жігіттерді қолдамағанда біз кімді қолдаймыз? Сондықтан басқа шетелдің дәрі-дәрмегінен гөрі саумалды ішіп, өзің рахаттанып, кәдімгідей мұрныңа жаңағы шұбаттың, қымыздың иісі келіп жатса, содан үлкен бақыт жоқ. Әрбір қазақ баласына. Бәрекелді. Бұл менің саумалым аға, міндетті түрде сізге, міндетті түрде өзіңіздің жеке саумалыңыз болады деген сенімде, бұл саумал менің қалтамда болу керек. Аға, келесі сұрақ. Жалпы осы қазақ жеріндегі туристік мекендерге ең бірінші қадам басатын ол біздің өзіміздің қандас бауырларымыз, өзіміздің қазақтарымыз, өзіміздің қаракөздеріміз. Ал енді Шарын Шатқал, тек қана бір ғана Шарын Шатқал емес, басқа да Қазақстанның көрікті туристік жерлеріне келген ағайындарға өз-өзіңе сақ бол дейтіндей, не болмаса демалған жеріңе рахмет айтып қоқыс тастама дейтіндей кішкентай ғана үндеу айта аласыз ба? Әрине. Жалпы таза жүрген дұрыс. Тазалық нені білдіреді? Ол сенің жаныңның тазалығы. Сен өзің дұрыс тәрбиеленген таза адам болатын болсаң, сен әрбір дұрыс емес жатқан қоқыс болсын, басқа нәрсе болсын, соның барлығын өзіңнен кейін де, өзіңнің алдында да болып кетсе, мысалы, соның бәрін тазалап жүруің керек. Сен өзіңнің сол ісіңмен кейінгі жастарға үлгі болып көрсетуің керек. Сол кезде ғана біз өсеміз. Өйткені мына ұрпақтар сабақтастық дүние бар. Сенің істеген нәрсеңді жас көріп тұрады, бала көріп тұрады, или басқа көріп тұрады. Өзінің істегеніне ұялатындай қылып, сондай бір таза жүруіміз керек деп ойлаймын негізі. Шеңгіс аға, сіз екеуміз жақсы бір сыр сұхбат жасадық. Рахмет. Аузыңыз кеуіп кеткен жоқ па? Жоқ. О, саумал ішейікші. Бір саумал ішіп алып аға, одан кейін хабарымыз жалғастырсақ қайтеді? Әрине. Олай болса, қымбатты бауырлар, біздің сыр сұхбатымыз өз жалғасын табады. Кеттік аға, саумал ішейік. Кеттік. Қуанышқызы, қараңызшы, мүлгіген тыныштық. Бір фантастика суреттеме болып тұрмаған. Осы өзіміздің еліміздің, жеріміздің осындай табиғатына мен өзім таң қалып отырмын. Одан кейін күн сайын күйбің тіршілікте біздің етіміз үйреніп кеткен ұялы байланыс жоқ. Телефон ешкім хабарласып жатқан жоқ. Өзіміз Тыныштық. Енді бір сұрақтар қояйыншы, бүкпесіз жауап беріңізші. Иә. Құдайға шүкір ғой, атыңыз бар, Иә. дәрежеңіз бар, ел
роза келе жатыр десе, еңбектеген жасының еңкейген кәрісіне дейін Құдайға шүкір, иә. айналайын аман ба дейді. Осы Роза Рымбаева жайында жеке өзіңізге фильм түсірсе, сол фильмді қалай атар едіңіз? Бір әйелдің тарихы ғой. Бала кезден бастап бүгінге дейін жеткен күндер қалай болды, қандай қиыншылықтар болды, қандай қызық дүниелер болды, қандай бақытты күндер болды, қандай қайғылы күндер болды. Аяғында Рымбаева қазір кездерде, мысалы мен енді үлкен жасқа келдім ғой, қандай дәрежеге, қандай нәтижеге жетті. Елдің еркесі, шығармашылық адам, әнші болсаңыз да, біз бәріміз пендеміз ғой. Өзіңіз айттыңыз. Қазір бала Роза жоқ. Қазір ана Роза, дана Әже Роза, Роза, иә. әже Роза. Дегенмен артыңыздан жақсы леп келді ғой. Жақсы леп келе жатыр өнер сапында. Жастар келе. Бір күні бір сәт сізді қорқытпай ма? Елеусіз қаламау, халық маған деген бір сәт болмасын, бір күндері мені бір көлеңкеге тастап кетеді ау деген қорқыныш жоқ па? Ешқандай қорқыныш жоқ. Мен өзім халымды білем ғой. Әзірше тағы да бір 10 шақты жыл ән шырқайтын күшім бар, энергиям бар, келбетім бар, Құдайға шүкір. Сондықтан әртіс уақытында сахнадан кету керек. Сол жағынан кешігіп қалсам, онда күлкілі болам елге. Уақытында кету керек. Грета Гарбо деген актриса болған ғой, өзіңіз білесіз. Дүниежүзілік жаңағы жұлдыз. Сол жұлдыз болып деңгейге жеткеннен кейін мүлдем кинодан кеткен ғой. Тіпті елге көрінбеген. Себебі ол басқа деңгейін, басқа түрін көрсеткісі келмеген. Сол жарық жұлдыз күндегі түрін халық тек қана соны ғана көрсін, басқа менің жағдайымды көрмесін деп. Бізде олай емес, бізде жай ғана уақытында сахнадан кету керек. Уақытында елге күлкі болмай, дірілдеп қалшылдамай, алжымай дегенде ғой, енді өзің білесің. Жалпы өмірде мәңгілік нені және кімді есіңізде сақтап қалғыңыз келеді? Мәңгілік енді ол менің екі ұлым ғой. Менің жүрегімде, менің былай айтқанда қаным, менің ішімнен шыққан екі балам. Олар мен үшін мәңгілік ең қымбат дүние сол екеуі мен үшін, шынымды айтсам. Ал енді сол балалардың болашағы мәңгілік ешкім жоқ. Қазір оларға ана болып жүрген, пана болып жүрген, ұстаз болып жүрген, ұста болып жүрген. Сіздің шеберханаңыздан ақ осы әнге баулынды ғой. Ал сіз сияқты еңбектеніп ақ жатыр. Бірақ өмірдің талабы басқаша. Олардың болашағы қандай болады? Ешқашанда бір әншіні екінші әнші, мейлі ол сенің ұлың болсын, мейлі ол сенің қызың болсын, сіңілің болсын, бауырың болсын, ешқашанда қайталанбайды. Табиғат бір адамды әнші қылып жаратқаннан кейін тек қана сол әншіні ғана жалғыз өзін жаратады. Одан кейінгілер де шығуы мүмкін жұлдыздар, бірақ ол мүлдем басқаша. Бүгінгі жастардың эстрадасы, бүгінгі жастың музыкасы мүлдем басқаша. Стилі, мәнері басқаша, айтатын сөздер басқаша, ритмі басқаша. Олар ешқашанда мені қайталамайды. Мен өзіңізді енді бала кезімізден жақсы көріп өстік, өзіңізбен аралас, құралас болып жүргеніме біршама жылдар ғана болды. Иә. Мен білетін Роза әрқашанда батыл, әрқашанда көңілді, өзінің ортасын баурап алуға тырысады. Бірақ та сіз де пендесіз ғой. Бір жылап алатын, мұңаятын сәттеріңіз бола ма? Әрине. Мен фотоальбомдарды, кино документтерді қарамауға тырысам. Себебі онда тасқын жүреді. Онда менің өмірден өткен бауырым жүреді. Онда менің ата-анам жүреді. Мен оларды көрсем, ол міндетті түрде көзге жас келеді. Ең қиыны тасқын ғой. Менің екінші жартым былай айтқанда, екінші менің бөлшегім мені жұлдыз қылған, әнші қылған, осы деңгейге жеткізген. Жалпы мен өзім тасқындай азамат әлі кездестіргем жоқ. Кездестірмейтін де шығармын. Себебі ол қайталанбайды. Сондықтан әрине оны сағынасың, көзіңе жас аласың. Сондықтан архивтерді, кинодокументтерді көру мен үшін өте қиын. Ал сіз көңіліңіз босап көзіңізге жас алған сәтті екі ұлыңызға көрсетесіз бе? Көрсетейін.
олар менің жылап отырғанымды көрсе, олар сынып қалады ішінен. Себебі оларға әке де, ана да, батыр да, тірек те, қорған да менмін. Сонда мен олардың алдында мықты болуым керек. Мен оларға көрсетпеуге тырысамын. Адам біреу жақсы көру үшін ең бірінші өзін жақсы көру керек дейді. Сіз өзіңізді жақсы көресіз бе? Мен өзімді жақсы көргенде ең бірінші жасап жатқан өнерімді соған адал болғанды жақсы көремін. Адал өнер болса, ол міндетті түрде халықтың жүрегіне жетеді. Сондықтан өнерді жақсы көру керек, өзіңді жақсы көрмей. Мен өнердің адам болғанда өнер туралы айтып отырмын. Ал енді өзімді қалай жақсы көремін? Өзімді қатты жақсы көремін деп айта алмаймын. Өзіме сынды көп айтамын. Неге? Сондай адам, көп кемшіліктерім бар, пендешіліктеріміз бар, қателескен жерлеріміз бар, кейбір кезде артық кететін жерлеріміз бар. Мен оның барлығын жақсы білемін, өзімнің кемшіліктерімді. Сондықтан мен өзімді жақсы көремін деп айта алмаймын. Сынап отырамын. Біздің ортамыз болсын, орта буын. Кейінгі жаңа жас толқын болсын, өнер сапында жүргенде, сахна төрінде жүрген кезде барлығымыз сізді сыйлаймыз, құрметтейміз, бірақ та именеміз. Неге? Өйткені шыншылсыз, турашылсыз, және де мәймөңкелегенді ұнатпайсыз. Одан кейін кім фонограммамен өлең айтады, сол адам бетіне айтып, бытшысын шығарып тастайсыз. Ол мінез не үшін? Халықты алдамау керек қой. Халық деген сахнадан тек қана таза өнерді көрсе екен деп ойлаймын. Біз халықты тәрбиелеуіміз керек. Өкінішке орай, осындай бір кездесулерде, пресс-конференцияда бір журналистка, әлгінге дейін өкінем, атын да фамилиясын да жазып алмаппын. Фонограмма деген дұрыс қой деді маған. Қалай фонограмма дұрыс болды, ол халықты алдап тұрса, аузын жай жыбырлатып тұрса. Мен шынын айтайын, бүгін халықтың еркелері солар. Неге? Неге олай? Олар тойға көп шақырады. Олар кез келген жерде аузын жыбырлаттыра береді, еңбек етпейді. Гонорарлары мықты. Халық оларға түсінбейді ғой фонограмма, жанды дауыс дегенді. Браво, браво деп айғайлады. Халықтың еркелері солар, біз емес. Біз қара жұмысшымыз олардың қасында. Қазір той әндер деген бір тағы бір стильный формат шықты. Сіз неге той әндерін жазып тағы да одан әрі 100-ге дейін Алла қанша ғұмыр береді, сөйтіп секеңдеп жүре бермейсіз? Жоқ, той әндерін, бізде той әндерін көбінесе жастар айтады. Жастар билейді, оларға қосылып сол тойдағы жастар билейді. Одан кейін той әндері көбінесе нағыз нақтылы мақсатпен жасалады. Билеу үшін. Тек қана билеу үшін, ойлау үшін емес. Сондықтан әгі чип-чип-чип, ау деген әндерді халық жатта билей береді. Мен ондай әндерді айта алмаймын. Разғаншына менің марқұм шешем айтатын. Адамда жан дос деген көп болмайды. Егер Алла бұйыртып жатса, бір тал ғана дос болады, жан дос. Әйтпесе адам өлгенше жан досты көрмей кетуі де мүмкін дейді. Досыңыз бар ма? Шын айтайын, менің достарым бар. Ең аз дегенде бір 10 досым бар деп айтайын. Қалғандардың барлығы бір-бірімізге сыйластығымыз бар, құрметіміз бар. Шынында да осы адамды мен ерекше сыйлаймын. Ол 10 дос сізге жан дос па? Ол жан достарым. Сырласам, бір-бірімізге ашық айтамыз, ішіміздегі дүниені, кейбір құпияларымызды айтамыз, ақыл сұраймыз, мысалы. Олар мен дегенде жетіп келеді. Бұл максимум 10 адам, максимум. Ал енді жақын бір 2-3 адам ғана болатын шығар. Сізбен біреу достасқысы келсе, ол адам сіз үшін қандай болу керек? Оның мінезі, әйтпесе түр-келбеті. Сізбен біреу достасқысы келді, бірақ ол адам сізге қандай дайындықпен келу керек? Ондай достық болмайды. Арнайы сенімен дос болғым келеді деген адамды мен түсінбеймін. Адам жүріп отырып, өмірде бірге жүріп отырып, бір-бірін түсіне келе, бір-бірінің ерекше қасиеттерін бағалай келе, бір-біріне ұмтылады. Мысалы, ұмтылып, сыйлап, содан ақыл сұрағысы келеді, сонымен ақылдас кеңескісі келеді. Себебі оның көз қарасы дұрыс болып тұр мен үшін. Сол адаммен мен дос бола аламын. А оны өмір көрсет. Өмірде бірге жүргеннен кейін оның кемшілігінде көресің, жақсылығында көресің. Егер де ерекше ол адам шынында да жақсылығы көп болып тұрса, ол адаммен дос боласың. Өзің ұмтыласың ол адамға. Бірақ достарыма кемшіліктерімді айтып тастаймын. Мынауың дұрыс болма дейді. Үйіңізге қонақ көп келеді ме? Келеді. Күнде келеді. Оны қай кезде күтіп үлгересіз? Мен қазір осы съемочный группа менің үйіме барса, мен бір шай беретін жағдайым бар. Полуфабрикат деген бар.
тез пісіріп жібересің. Оның шетшағасын мен көргем, үйіңізге барған кішкентай бала болсын, құр қол кетпейді, және бір кесе шай ішпей кетпейтінін мен білемін. Оны полуфабрикат деген бар, пирожный бірдеңелер деген бар, сосиски дегендер бар, оны жаритып жіберіп 5 минутта дайындап жібересің ғой. Нан бар, май бар, пішина бар дегендей. Ол енді кез келген қазақтың үйінде солай ғой. Көп қазақтың жақсы тойларында айтатынсыз. Құдай бізге де, маған да келінді болу жұғыс болсын. Сол ниет қабыл болды. Қазір аңсаған арманыңыздың бір шеті әлейіміз үйлі болды, отбасын құрды. Енді пандемияға байланысты дүркіреді. Той жасауға мүмкіншілік болмады, бірақ мүмкіншілік бола тұра қазіргі мемлекеттік шектеу, дүниежүзінің қойған шектеуіне қарай бағындыңыз. Ол бұлай болды, Нұрлан. Бір қызығы, біз 5 адам құдалыққа барғанбыз, үйде отырғанбыз, енді қызды алып қайтуға. Сырғасын салып, әлеуметтік желіге жариялап. Соны ана той жүргізген жігіт, той емес, 5 адам, одан кейін өздерің әлгі 10 адам ғой, құдалықта отырғанымызды сурет салып жіберді. Бітті Бәлеге Қалдырымбаева. Инстаграмға салынып жүрді. Иә. Одан жаңағы министр МВД-ға дейін соған жауап берді ғой, разборка жасаймыз деп. Мен бір главный преступник болып шыға келдім. Ал енді өзің білесің, біздің Қазақстан бойынша 300 адамға да той болып атыр, 200 адамға да той болып атыр, министрдің тойда болып атыр, өңкей ығай мен сығайдың тойлары болып атыр. Почему-то олар туралы әңгіме болмайды. Мен 5 адам болып Атырауға барған құдалығымды әңгіме қылып, интернетке салып, мен итімді шығарды емес пе? Қазақта тұзы жеңіл адам дейді ғой. Мүмкін сондай болғандықтан шығар. Білмеймін, әлгі бір әңгіме бар ғой. Мен ұрлық жасаған күні ай жарық болды дегендей, сол мен 5 адам сол құдалыққа барып Бәлеге қалдым. Ол құдалыққа барған себебім біздің қызымыз марттан бастап біздің үйде тұрып атты ғой. Сосын мен айттым, ойбай, қой, ұят болады, мына қызды кіргізіп алдық. Барып шешесіне барайық. Алдынан өтейік, құдалықты, қоржынымызды апарайық, жаңағы китімізді апарайық, құдалымызды өткізейік, балам, созуға болмайды бұны деп. Мен бардым ғой. Сол барғаным желкемнен шықты ғой. Одан кейін ол кісілер бізге келді. 12 адам болып келді. Ал мен 5 адам болып бардым, олар 12 адам болып келді. Одан кейін біз бета-шарт той жасадық. Күндіз сағат 12-де кәдімгі заң бойынша 60 адамға жасадым. Құдаларымды тағы да киттерін кигізіп, разығып шығарып салдым. Енді ол қазақтың салт дәстүрін жасамасаң, ойбай, карантин ет, мен ештеңе жасамаймын деп қалай отырасың? Ұят қой. Ал андай үлкен 200-300 адамға той жасамадым. Онда мені түрмеге, менімен қосып, Әли Мәдиді келінімді қосып түрмеге айдап жіберетін шығар. Болашақта міндетті түрде той болар. 500 адам, 1000 адамға да. Бұл мәселе санында емес қой. Мына сұрақ мені қызықтырады. Марқұм Тасқын аға өмірден өткеннен кейін, жаныңызда тек қана 2 түйір Құдайдың берген ұлыңыз болды. Үйде де, түзде де, ойда да, қырда да, гастрольде де, ауылда да, нағашыларда да, басқа жақта да. Ал енді қазір Құдайдың қалауымен бір жаңа пенде келіп қосылды, ол келін. Келінмен бірге тұрып жатсыз ба, жоқ әлде бөлек шығарып үлгердіңіз бе? 1 жыл тұрдым. 1 жыл тұрғаннан кейін Әли екеуіне жаңа үй алып, бөлек шығардым. Ал 1 жыл тұрған кезде ана қазақтың сөзі бар ғой, келін болсаң ғана жағасың дейді да. Келінмен 1 жылдық тұрған өмірде келінмен тұру қиын бекен, байқадыңыз ба? Ол 2 адам, енесі мен келіннің екеуінің де түсінігіне байланысты. Мен келінге қызымдай қарадым. Келінім маған мама деп анасындай қарады. Екеуміз бір-бірімізді сыйлап, түсініп, екеуміз де сол отбасының жаңағы бірлігіне тырыстық. Жақсы түсіндік, жақсы тәрбиелі, оқыған бала, және де өнер адамы, қобызшы, қазақи дәстүр. Сонда мен ойлаймын, менің келінім нағыз маған келін болатын бала. Шын айтам. Лайым солай болсын, өйткені айтады ғой, Роза Қуанышқызы, қазір тылсым бір дүние. Сіз екеуміз Шарын Шатқалының төбесіне шығып, әшейін әдемі сұрақпен жауапты жібердік. Лайым тек қана жақсылық болсын. Семьяда әртүрлі жағдай болады ғой. Сондықтан семьяның бақытына 2 жақта бірдей еңбек ету керек. Ата да, ана да, ене де, құдағи да, келін де, қыз да. Барлығымыз келін болып келдің бе? Сол үйді бақытты қылуға талпын, тырыс. Келін болып сен оны қабылдадың ба? Қызыңдай көр. Ол да біреудің баласы. Сен келін деп қарама, қызымдай деп қара. Бауырыңа бас. Жылы тарт өзіңе қарай. Барлық шын жүрегіңмен оны жақсы көр, қабылда. Бәрекелді. Не айтам?
тек қана амандық болсын, өзіңізді құрметтейміз. Құрметіміз ешқашан таусылмақ емес. Айтқаным десіңдер. Осындай қазақтың сайын даласында, әдем жерлерінде өстіп риясыз сыр сұхбатпен әңгімелесуді жалғастыра берейік деп ойлаймын. Біз бақытты адамбыз ғой, Нұрлан. Біз мына қазағымыздың қандай керемет жерінде еркелеп, әңгіме соғып, саумалды ішіп алып, мәз болып отырмыз. Осыдан Құдай айырмасын. Осы бақытымыздан айырмасын. Қадірменді, құрметті қазақстандықтар, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойыменен және де Алматы облысының 20 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жеңсаға бағана патриоттық сезім жайында айтты, ел жайында, жер жайында, ұлылық жайында айтты. Мен неғып сізді бөлек алып шығып кеттім. Бұл жерде осындай бір мүлгімен тыныштық сәтінде бізге сырттай қарап, құлақ тосатындай көп пенде жоқ. Тек қана таспагерлер, өзіміз ғана. Қазір қоятын сұрақтарға бүкпесіз шынайы жауап берем деп айта аласыз ба? Әрине, енді елімізден, тыңдарманымыздан нені жасырамыз көрерменімізден. Барлық мүмкіншілігімді салып көрейін енді. Сұрақтарға байланысты енді. Аға, жалпы бір өзіңіздің әулетіңізде болған жақсы бір қуанышта. Біз әрине іні болғаннан кейін қызмет жасау үшін келдік, сізден ертелеу кердік. Бірақ та қанша ол жерде жеңешеміз, не болмаса басқа әулеттің адамдары амандасып, қош келдіңіз деп жатқанмен, сіз жоқ болғаннан кейін бізге бәрібір ол біраз жетіспей тұрды. Сіз келдіңіз, бір күн шыққандай болды. Мен білетін Жеңіс Сейдолла қол астыңызда да жұмыс істеп көрдім. Бұл Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде. Жалпы өмірде де, өнерде де көрген сайын жүзіңіз сондай жарқын, құшағыңыз кең. Сол той барысында мен сізге мынандай сұрақ қойғам. Сізде титықтап кеткен шығарсыз өтірік күлуден деп. Өйткені ол мүмкін емес. Сіз қызметте болсын, ол әулетіңізде болып жатқан тойдың өзіне әр келген апамыз бен атамыздан бастап қыз келіншектер бәрі құшағыңызға алып бетінен сүйіп, даусыңыз жарқын. Ол сізде адамсыз ғой, ол мүмкін емес қой адамның шаршамауы. Сіз шаршап тұрсаңыз да, соған бас имеуіңіздің құдіреттілігін ете, сізде шаршайсыз ғой. Назым Хикметтің мынандай сөзі бар. Үйден жұмысқа шыққанда кәдімгідей бір мерекеге бара жатқандай шығуың керек. Үйден қызметке шыққанда. Қызметке шыққанда. Қызметтен үйге келген кезде мерекеге келгендей болып келу керек дейді. Берекелі, сондай бір ортаға келгендей болып келу керек дейді. Ол сенің үйдегі болып жатқан проблема жұмыста ол қызық емес. Оны әрбір бастық білу керек. Үйіңдегі өте бір көңілсіз көңіліңді жұмысқа келудің қажеті жоқ. Өйткені сенің қарамағында жұмыс істейтіннің бәрі сенің қас-қабағыңа қарайды да, жұмыс істемеуі де мүмкін ол күні. Біздің бастықтың бүгін настроениесі жоқ деп. Тура сондай жағдайда сен жұмысында болып жатқан проблеманы үйіңе әкелмеуің керек. Өйткені сенде үйде бала шағаң бар, ол уже басқа территория. Негізі ол ең қызығы екеуі де жақсы территория. Мынау айтады ғой, мамандықты таңдағанда және әйелді таңдағанда жаңылмасаң нағыз жігіт боласың дейді. Яғни сіз айта аласыз ба, мамандықты және сүйікті жарты таңдаған кезде қателік жасаған жоқпын деп айта аласыз ба? Құдай маған оң көзімен қарады, екеуіне де. Екеуіне де. Ал енді бүгінгі таңда сіз үлкен бастықсыз. Қазақтың қара шаңырағы, өнер шаңырағын басқарып отырсыз. Алматыдан Астанаға көштіңіз. Бастық болып сайландыңыз. Бастық болу қиын ба? Егер де жұмысты дұрыс қоя білсең, орынбасар, көмекшілердің барлығы жақсы болса, өз маманның кәсіби сондай бір мамандар болса, қиындығынан қызығы мол болады. Мен оған көзім жетті әңгімешіні керек. Енді мен айтам ғой,
келген кезде маған дейінде Қазақконцерт болған, менімен де бірге болады, бізден кейіннен де болу керек. Ол жалғасатын үлкен ол кеме. Кеменің үстінде барлық жаңағы халық әртісі де бар, жаңағы елге танымал, әлемді танытып жатқан адамдар да бар мысалға да. Сондықтан бәрінің көңілін тауып, кемедегі үлкен әдемі жағдай жасау керек. Жаңағы теңіз ауруына не қылмай, жаңағы шалдыртпай, әдемі бір точкадан екінші точкаға шейін қанша жұмыс істейсің, соған шейін алып келу керек негізі. Адам әртүрлі мінез болып келеді. Ал сіздің ұжымыңызда бүгінгі таңда өзіміздің бетке ұстар аға-апаларымыз, алдыңғы топтың ағаларымыз, тіпті ақсақал ағаларымыз бар. Ол кісілердің жасы сізден әлдеқайда үлкен. Аты даңқы жер жарып тұрған қазақтың ерке мықты әншілері бар. Сізбен қарайлас болса да, біреуінің жасы үлкен болса да, құрмет дәрежесі жоғары. Олармен бір шаңырақта бастық болғаннан кейін бастық бұйыра білу керек. Бастық бұйрық береді. Ал енді сол ұжымдағы адам бастықтың бұйрығын орындау керек. Сол кісілерге бұйрықты қалай орындатасыз? Ұрсасыз ба, жалынасыз, мүмкін жалынатын шығарсыз. Маған жаңа мен айттым ғой, Құдай оң көзбен қарады деп. Адам мінезді болу керек. Оның ішіндегі талантты адам өте мінезді болу керек. Мінезсіз адамнан ешқашанда бір мінезді әдемі өлең шықпайды. Сондықтан олардың мінезімен, олардың мінезін сен көре тұра, соған жайғастырып, келістіріп, өзің мінезіңді қоя білу керек. Бастық деген құр айқаймен жаңағы мен бастық боламын десең, ол үлкен қателік негізі. Ал жаңа өзің айтып отқандай, Қазақконцертте өте мінезді, өр мінезді, әлемді аузына қарап жүрген әншілер бар. Олармен тек қана сол кісілердің деңгейінде сөйлесу керек. Сол кісілердің алдында егерде бас ию керек болса, бас ию керек. Менің де өзімнің мінезім бар. Бірақ мен бастық болғаннан кейін ол мінезімен көрсетудің қажет жоқ оларға. Мысалға, өйткені жұмыс бар, алдыға қойған мақсаттар бар, алдыға қойған жоспарлар бар. Соның барлығы орындалу үшін бірге отырып көп нәрсені шешуге болады негізі. Бір жағадан бас шығарсаң, жеңнен қол шығарсаң, сол кездеға сен жақсы бастық бола аласың деп ойлаймын. Ал енді халық айтса қалып айтпайды дейді. Мысалға, бастықтықтан, жетекшіліктен бөлек, сіз де әншісіз, сіз де композиторсыз, сіздің де атақ дәрежеңіз бар. Бірақ қазақ айтады да, қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Қалай сол басшылықта жүріп әнші адамның, бір ұжымның, бір екі қошқардың басы емес, неше қошқардың басы ан жақта жатыр, сонымен бірлесе қайнау қаншалықты сізге қиынға түсіп жатыр. Өйткені Қазақконцерт әрқашан қайнап тұрады. Бәрінің тілін таба білу керек. Негізі керек болатын болса, сол бір қазанда кәдімгідей қайната білу керек. Мысалға, мен бір гастрольмен Гүлдерде жұмыс істеп жүрген кезде бір облысқа барғанмын. Сол облыстың әкімі бізге дастарханын жайып, кешкісін концерттен кейін қарап отырып, қараш дейді. Жаныңда міне Роза отыр, Жұбаныш отыр, Мәдина отыр, Жазира мен Жанболат отыр, Азияң бар жастардың ішіндегі, анаусы бар, мынаусы бар. Әрқайсысы дейді. Осылардың әрқайсысы келсе, әрқайсысы тура осындай дастархан жайып мен күтіп аламын дейді. Бірақ бір концертке, бір Гүлдерге осылардың бәрін басын сыйдырып дейді, үлкен концерт беріп тұрсын дейді. Бұл дейді, мынау прайд бар ғой, мынау арыстандармен байланысты. Арыстанның қасында тек қана арыстандар жүрсе, ол прайд болады. Ал егерде арыстанның жанында жаңағы тышқан, түлкі, шакалдар жүрсе, ол прайд болып саналмайды негізі. Сондықтан мен ойлаймын, мен өзімнің жаныма әрқашанда жинай білген шығарым деймін. Нағыз арыстандарды. Сол кезде ғана біз күшті болатынымызды мен көрсеткім келді. Солай болу керек әрбір бастық. Қасына енот, бобер, крот деген нәрселердің бәрін жинамау керек негіз адам. Мысалға, ал егерде әр нәрсе әр кезде әрқалай болуы мүмкін ғой. Солар айналаңызға жиналып қалса, не істер едіңіз? Енотыңыз бар, кротыңыз бар, боберіңіз бар. Одан қалай құтыласыз, әйтпесе қалай оларды арысын жасауға болады? Мен оларды жинамағаннан кейін оның жауабын айта алмайды екенмін. Тек қана арысындар болады жанымда. Тек қана мықты әншілер әрқашанда сондай ортам болды. Ол да маған бір Құдайдың бір қараласқан шығар деп ойлаймын негізі.
Жеңіс аға, шығармашылықпен ғұмыр бойы бірге келе жатсыз, сол шығармашылықтың жемісін жеп жатсыз. Шығармашылық сізді бастықтыққа сүйреді ма, жоқ әлде өзіңіздің пендешілігіңізбен бастық болғыңыз келді ма? 99-ға келіп, менің әкемнің немере апайы қайтыс болды жақында. Сол кісінің бір үлкен әңгімесі бар тұғын. Енді біздің үлкен атамызды көрген, үлкен атамыз мынау Ырғыз өңірінде билік жасаған кісі. Сол кісі айтатын тұғын, бізде балам дейді, асқан, тасыған байлық болған жоқ, бірақ біздің тұқымда билік болды дейді. Билік болғаннан кейін адамның бәрін аузына қарататындай сондай шешендік болды дейді. Мамандың ұнай ма деді. Мен айттым, ұнайды дедім. Онда 40 жасыңа шейін сол мамандықтың майын іш деді. Егер де дұрыс таза жүрсең дейді, сол ортаңда деді. 40 жастан кейін саған Құдай билікті береді деді. Сол маған құйылып қойған программа болды ма? Мен 40-тан кейін жаңағы маған Гүлдерге жаңағы директор қылды. Содан кейін барып проректор болдым, одан кейін колледжде директор болдым, мемлекеттік филармония директор болдым, енді Қазақконцерттің директорымын. Мен ойлаймын, негізі ол программаны мен мүмкін ұмытып кеткенде шығармын, бірақ солай өзі жолын салды негізі. Басшы болған жақсы ма, жоқ қарапайым өнер шығармашылық адам болып жүрген жақсы ма? Негізі қарапайым өнер шығармашылығы болып жүрген адам жақсы, бірақ сол қарапайым өнерде жүрген, шығармашылықта жүрген адамдарды сол ортасынан шыққан адам басқарып, солардың жағдайын жақсы білетін адам басқарса, ол арасында да жақсы басшы болғаны. Өйткені мен еңбек кітапшам Гүлдерден ашылды, мен сол Гүлдерге кейін директор болып келдім. Мен соның ішінде клавишті аспапта ойнап жүрдім. Түсіндіңіз ба? Қазіргі басқарып отырған ұжымыңызда өзіңіздің қол астыңызда еңбек етіп жүрген әрбір қызметкердің жағдайының бәрін жақсы білемін деп ойлайсыз ба? Мүмкін емес, жағдайының бәрін жақсы білу. Неге? Өйткені әрқайсының жаңағы мінезі әртүрлі, сосын бір репетициядан кешігіп қалуы мүмкін, бір концерттерге бара алмай қалуы мүмкін. Кезіндегі мен кішкентай жіберген қателіктер өтіріктермен байланысты. Мысалға, соны олар да маған келіп айтып келеді. Мен бірақ білем, оның маған шын айтып тұрған или өтірік айтып тұрған. Содан кейін талантты әнші болғаннан кейін сосын көз жұма саласың. Өйткені Қазақконцертте арасында да өте талантты жас әншілер бар. Соларға жол көрсетесің. Ұрыспау керек, бетін қақпау керек. Ол талантты адам әрқашанда бала сияқты негізі, кішкентай бала сияқты. Қақпай жүріп, жақсылап тұрып жұмысқа ендіріп салып қою керек. Ал ұжымдағы қателік жіберген адамды қалай жазалайсыз? Мен әңгімешіні керек, вообще ешкім жазаламайды екенмін. Мен жұмыстан... Бастық деген жазалайды, бұйрық шығарады, айлығын қысқарып тастайды, жұмыстан қуады, артына түседі, кіріс дейді, біреуді артына салып қояды. Әрбір адамның артында біраз тағдыр тұрады негізі. Біраз адамдардың тағдыр тұрады. Ол егерде сол жаңа өзінің әулетінің паровоз болып жүрсе, тем более тұрады. Сондықтан бәрін түсіну керек. Жаман адам жоқ негізі. Егерде бір қисайып кетіп жатқан адам болатын болса, мысалға дұрыс жолға салмай, 40 рет жақсы деп сөйлесең, ол әрине жақсы болып кетеді кейін. Соған біз сенуіміз керек. Сондықтан әрқашанда арқасынан қағып, дұрыстап жұмысқа салу керек. Ұжымыңызда жасы үлкені болсын, орта жас болсын, кіші буын болсын, ренжіткен не болмаса, сіз ренжіп жүрген пенделер бар ма? Атын атаудың қажеті жоқ. Әрине болады. Әрине. Мен енді мүмкін, бірақ жаңа қатесіз адам болмайды дейді ғой. Бірақ мен барлық мүмкіншілігін салып, ренжітпеуге тырысам. Неге? Ол ренжіп қалатын болса, оның көңілінде, тем более шығармашылық адам, оның жүрегі тез қабылдайды да, ойы бұзылуы мүмкін. Мен туралы емес, жалпы өмірі туралы мысалға. Сондықтан бәріне абайлап қарау керек. Әрбір қазақ жалғызын деуіміз керек. Біз әттең кейбір кезде мен айтам ғой, 50 миллион адам болсам, мен мынаны жұмыстан шығар жіберер едім. Бірақ мен кішкентай ғана халықпыз. Ананы әнестен шығар жіберем, ол қаяққа барады мысалға. Сондықтан адамды түзеу оңай, жұмыстан шығар жібергеннен гөрі. Соны әрбір бастық білу керек. Егер ол керек болып жатса ұжымға, өте керек болып жатса, ол үлкен жаңа айтып қажет жоқ болса, оған қажет жоқ. Да, қажет жоқ болса, оған да түсіндіріп айту керек. Мүмкін басқа жерден жұмыс тауып беру керек шығар мысалға, чтобы ол өзінің несін жаңа сіз тауып беруіңіз керексіз ба? Мен тауып беруім керек.
мен кәдімгідей директорға звондап, осындай адам бар негізі, бірақ сәл кішкентай не келіңкіремей тұр деп, мысалға бір жағдайлармен деп. Енді өмір болғаннан кейін солай болу керек негізі. Сондықтан аяйым деген сөз емес ол, түсінем деген сөз болу керек. Жеңіс аға, жалпы қазақта сөз бар ғой, тағы айналып келген кезде байлық пен мансап қолдың кірі дейді. Бұл мансаптан қол үзіп қалсаңыз, не болмаса бастықтықтан түсіп қалсаңыз, тек қана шығармашылықпен ғана айналысар ма едіңіз? Басқа кәсіп жоқ, басқа кәсіп тек қана шығармашылықпен. Кәсібіңіз бар ма басқа жасап жатқан? Менде ешқандай кәсіп жоқ. Менде тек қана шығармашылық. Мен кезінде 10 шақты жылдай ресторанда, сахнада өлең айтқан адаммын. Енді мүмкін жасым кішкентай асып кетуі де мүмкін, күнгі қайрат, қуат, қажырдан да мысалға. Бірақ бір кеште 1,5 сағат, 2 сағат өлең айтылатыныма мен жақсы сенем, және әртүрлі елдің өлеңін айтып отырып, өзім өлеңдерімді сол араластырып отыруыма мен шама жететін жақсы білем. Ең қызығы, ондай кісілер де бар, өздерінің жаңағы жеке кәсіптерін ашып алған, ресторандары бар, жаңағы музыкальный салондары бар. Мысалға олар айтады, Жәке, Алматыға келсеңізші, мына салонға ие болсаңызшы дейді кәдімгідей. Сосын мен айтамын, мен боламын ғой, бірақ енді өкіметтің жұмысы енді маған шамалы нелеу болып тұр. Жаңағы өкімет сұрағаннан кейін, мен керек болып тұрғаннан кейін мен жұмыс істеймін. Қай күні керек емесін десе, онда ше, оның да жолын табармын мысалға. Келесі сауал, біріншіден шығармашылық адамсыз. Атақ дәрежеңіз бар, елеулі еңбегіңіз бар, құрметіңіз бар. Сізбен кез келген қазақтың азаматы дос болып араласуға құштар, араласқысы келеді. Ал сіздің біреумен араласқыңыз келетін, әйтпесе соған қол жетпей, әйтпесе сол адам түсінбей жүрген пенделеріңіз бар ма? Жоқ. Мен осы күнге шейін жинаған достарым, жанымда жүрген достарым, менің әкем айтып еді, балам дейді, жаңағы жеме-жемге келгенде дейді, бұл дүние дейді, екі қойың бір сом қалған 50 тиындай дүние дейді, негіз дейді. Сондықтан бар мүмкіншілігің болса, дос жина дейді. Достарың қасында болса, әйтеуір арқа сүйсің ғой дейді. Мысалға, мен оны досты және бүйтіп айтатын тұғын, жақсы адамды кездестіріп дейді, өзіңе дос қылып тартылмасаң, сен кінәлі болып қалуың да мүмкін дейді. Мысалға, маған сөйтіп айтады. Әкем айтқан мысалға. Ол деген, мен сізге айтып берейін, ол 82 жылдар, 81 жылдарда айтқан әңгіме. Мысалға, осыдан 40 жыл болған әңгіме. Оны мен мүмкін ұмытып та кеткен шығармын. Мысалға, кіммен араласпайсың, мысалға, кейбір кезде жаңағы той томалағың бар, концертің бар, анау дос болғысы келеді, мынау дос болғысы келеді, өзіңді жақсы адамды көресің, бір араласатын адам екен дейсің, мысалға. Сөйтіп жылдар өткен кезде өзі Құдайдың өзі мынадан жаныңда керек емес шығар, сөйтіп тазалап берген сияқты. Құдайға шүкір қазір әрбір облысқа барам, траптан күтіп алады. Әңгімелерін айтады, Жәке, қош келдің дейді, мысалға. Астанамыз бар, жаңағы Алматымыз бар. Рахат, не әңгіме үшін керек. Мен қайтала деп айтатын болса бұл өмірді, не істер едім десе, тура солай қайталар едім. Өйткені маған мына өмір менің қызық, жақсы. Бүгінгі дүниені өзіңіз ойлап қараңыз. Мысалға, мынандай шатқалда ішінде жүрміз, әңгімемізді айтып, кәдімгідей бір-бірімізбен мәз болып, бауырға бауыр деп, досқа дос деп, арқамыздан бірімізді қағып жатырмыз. Әркімнің басына беріле бермейтін бақ бұл негізі. Дұрыс айтасыз. Сондықтан Құдай осындай бақ беріп тұрған кезде соған рахметіңді айтып, бірге араласып, әрі қарай өмір сүру керек. Аға, Құдайдың бергенінен берер жақсылық көп болсын деген ниет білдіргім келеді. Соңғы бір актуалды және өзіме де жауапты сұрақ. Мені қазақ концерт ұжымына қабылдар ма едіңіз? Сен уже жұмыс істеп жатсың ғой? Уже жұмыс істеп жатыр. Да, уже жұмыс істеп жатсың. Міне, бірінші күнің мынау. Олай болса, сіз мені құттықтауыңыз керексіз ба, жоқ мен сізді құттықтайын ба? Жоқ. Мен сені құттықтауым керек, бірақ мен сені құттықтау үшін сен орныңнан тұрып, рахмет аға деуің керек қой, бақан. Рахмет аға. Абыройыңызды түсірмеуге, жалқау болып жұмыс істемеуге шын ниетімен берілуге уәде беремін. Қазақтың Нұрлан Албаны. Көп рахмет. Менің жақсы көретін ағатайым Жеңіс Сейдоллаұлы, қазақтың беткүстар азаматы, алдымыздағы алдыңғы толқын ағаларым. Бүгін күні ағатай жақсы берген сыр сұхбатыңызға, бүкпесіз айтқан ойыңызға үлкен рахмет.
Енді сіз боп, біз боп, тәуелсіз еліміздің 30 жылдығымен, Алматы облысының 20 жылдығымен отандастарымызды, Алматы облысының тұрғындарын шын ниетімізбен құттықтайықшы. Мен жаңа айтып жатырмын ғой, Талғат Сарыбаев деген қазақтың маңдайына біткен ұлы аранжировщигі, әрлеуші, музыкант болған. Сол кісі бір күні мынау қазіргі Алматы қаласындағы Астана алаңына алып келіп, сен не сезіп тұрсың деді 92 жылы. Мен айтамын, не сезіп тұрмын аға дедім. Екеуміз аранжировка жасайын деп батырмыз. Жоқ, сен сол жағыңа қараш деді. Сол жағыма қарасам, қазіргі КБТУ, ол кездегі жаңағы біздің еліміздің совет министрі отыратын жері. Енді сәл жоғары қара деді, қарасақ біздің көк туымыз ілініп тұр екен. Біз екеуміз бақыттымыз деді. Көк туды сенің әкеңде, менің әкемде көрмей кетті деді. Мынау біздің тәуелсіздігіміздің нышаны деді. Мынау нағыз символ деді. Осы құндылықты екеуміз көріп, осының әрқашанда тік желбіреп тұру үшін жұмыс істеуіміз керек деді. Сондықтан барша қазақстандықтарды мен шынайы мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен құттықтаймын. Тұғырлы болсын. Сол үшін жұмыс істейік. Сол үшін әрқашанда өзіміздің мамандығымызға берік болайық. Қолымыздан келгенше үйретейік жастарды. Жастар біздің еліміздің болашағы екенін ешқашан ұмытпайық. Әрине, біз енді мынау әдемі жерде тұрғаннан кейін, қасиетті жерде тұрғаннан кейін, Алматы облысының ішінде тұрғаннан кейін, Алматы облысын 20 жылдығымен құттықтап, 30, 40, 50 әрі қарай да осы Алматы облысын мықты ірі кісілер басқарып, бүгінгідей жарқыратып отырса, содан үлкен бақыт жоқ бізге. Тәуелсіздігіміз тұғырлы бола бергей, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі бағдарламаны тағы да бірге көреміз деген сенімдемін. Аман сау тұрыңыздар. Рахмет.